отношенияда болсам, мен ол адамды осы нәрсені жасау керек, ол міндетті демеймін. Ешкім ештеңеге міндетті емес. Даже ол мен жігітім болсын, даже ол кім болсын, даже сен бауырым болсын, сен анаң болсын, даже сен ең жақын адам болсын. Өмірде ешкім ештеңе күтпеу керек, и ожиданиямен де өмір сүрмеу керек, и плюс сен де біреуге үміт бермеуің керек деген сияқты ғой. И мен өмірде стараюсь, что мен біреуге обещание бермеуге, и өзім тоже біреуден ожиданиямен өмір сүрмеуге. Өзім солай үйретемін. Өзім үшін істеп жүр ол бәрін дейді, а то у него один и тот же контент болғасын дейді. Көшуге көмектесті ма дейді. Бәрі тұрсын, көшуге не үшін көмектесу керек? Көшуге көмектеспеді неге дейді. Не үшін көмектесу керек? Не үшін? Былай сұрақ қойыңыздаршы. Не үшін ол маған көмектесу керек? То, что жігітім болған үшін ба? И все. Мен ешқашан балаларыма қатысты нәрсені мен жігітіме қарай ысырып, ол солай істеу керек, он должен деп мен айтпаймын ешқашан. И он ничего не должен. По идее, былай қарап тұрсыңыздар. Просто біз отношениядамыз, біріміз танып жатырық деген сияқты ғой. Сол үшін ондай нәрсе дұрыс емес. Психолог болмайсыз ба дейді. Ассаламу алейкум. Мен балаларыма қатысты нәрсеге ешкімді араластырмаймын. Араластырғым да келмейді. Мика, дұрыс айтасыз. Тойға және қыздан сұрайсыздар ма? Қыз айтпайды ғой, енді ондай нәрсені. Қыз айтпайтын шығар. Кучан қайда дейді. Үйінде шығар. Былай сияқты да сіздер барлықтарыңыз отношенияда біліп жүрсіздер ме, прям жігіттеріңіз қаяқта жүр, не істеп жатыр, каждый минут, каждый секунд, каждый сағат сайын біліп жүрсіздер ме, қаяқта істеп жатыр, не істеп жатыр деген сияқты. Только ваши истории жду каждый день. Drama. Он как человек жақсы бала. Я жақсы бала. Мамасы алдырады деп ойлайсыз ба? Ештеңе ойламаймын. Алдырады, алдырмайды деген сияқты. Онда ештеңе ойламаймын да, басымды да қатырмаймын деген сияқты. Болатын адам қасында болады, болмайтын адам болмайды и все. Мен либо осы адам ойбай болу керек деп айтпаймын. Потому что былай ғой негізі. Любой адам сен өміріне бір уақытпен келеді ол, короче. Любой адам сен өміріне келгеннен кейін, оны сенің қасындағы уақыттың соңы болады. И ол соңы қашан болатынын біз ешқайсымыз білмейміз. И так что мен алда өтіп ештеңе айта алмаймын деген сияқты. Может, ертең болып қалуы мүмкін. Может, 1 жыл, 2 жыл, может, вечно қасында болуы мүмкін деген сияқты ғой. Сол үшін қасындағы саған келген адам либо сынақ болып келеді, либо саған бір опыт болып келеді просто, либо шын саласың, и просто ожиданиясыз өмір сүре бересің, очень тып-тыныш. Просто наблюдаешь и все, деген сияқты. Саламатсыздар, қалайсыздар? Шүкір Алла. Молодец. Мотивационный әңгімелер айтып жатқан едім, жоқ, жарайды. Мен де тыңдайсыз ба? Сен тиісесің маған, мен білемін, бірақ реально бір нәрсе болады ма, прям күшті жасасыздар, сен отырмын, сен кейін тоқтамасың. Сіздер қатты өйтіп беріліп кететіндеріңіз қиындау екен да. Мен өзім өйтіп берілмеймін, достар.
мен өзім отношения өйтіп бөлмеймін. Даже мен ойламаймын да осылай болу керек деген сияқты. Болады нәрсе болады, болмайды. Бір видео жіберілді, достар. Қазір бір видео тиктокқа салуым керек, сосын барып стримға кіруім керек, ё-моё. Бір видео жіберді. Кім шақ, короче, мен бар осы ойнауға шығам да. Естіп тұрсың ба? Осы ойнауға шығам. Мотоциклмен 3 видео жасадым, достар. 3 видео жасадым. Оның әрқайсысын саламын, так что бәріңіз подписка салыңыздар. Қазір мен сол видеоны саламын, шығамын да. Осы ойыннан кейін сосын қайтадан кіремін стримға. И сол видеоны көресіздер. Кім Айгүлдің мотоцикліндегі видеосын көргісі келеді, соны подписка баспаңыз. Сол үшін шақ, сен ешкім ойнамай отыр, мен кіремін. Саған жіберемін. Сен де күт. Күтейін.